Содан жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға хадисел құдсиде Аллах тағала айтады. Аллаху азза ва джалла, Аллах тағала айтады: "Мен хамма би сайиатин". Кім бір жаман істі көңілі қаласа дейді. Хамма деген көңілі қаласа. Бір жаман істі көңілі қалады дейді оны. Мына жақта тұр. Істесем мекен деп тұр әлі. Сонда Алла тағала айтады екен періштелерге, жаңа екі періштеге: "Фала тактубуха алейхи". Оны құлыма жазбаңдар. Оны құлыма жазбаңдар. Фаин амиля. Егер де істеп қойса, жаңа көңіліне басында келді ғой. Соны жазбай қоя тұрыңдар дейді. Егер де істеп қойса, фактубуха сайиятан. Бір жаман іс істеді деп жазыңдар дейді екен. Көңілде тұрған кезде әлі жазылмайды. Ал жақсылықтың айырмашылығын қараңыз енді. Алланың рахымын қараңыздар. Мен хамма би хасана. Кім бір жақсы іске көңілі кетсе, әлі істеген жоқ. Фактубуха хасана дейді. Бір жақсылықты жазып жіберіңдер дейді бірден. Әлі істелмегенде фаин амилаха. Ал егер де оны істесе, фактубуха ашран. Онда 10 жақсылық жасады деп жазыңдар дейді. Ол минимальный 10. Одан кейін ықылас Алла тағала бақылайды, 700-ге дейін кетуі мүмкін. Одан кейін есепсіз кетуі мүмкін ол. Бұл сіз бен Алланың алдындағы халіңізге байланысты болады да.